Бәріңіз сәлем достар, сіздермен бірге мен мистер Дони. Мен сіздермен бірге бүгін Dream League Soccer 2016 деген ойын ойнаймын. Мына жерде Иско тұрған сияқты, және де Диего Коста. Енді қазір мына жерде күйсін сұраймын. Квест деген бір не болып жатыр, енді басқа бөлмеге кеттік. И вот міне матч ойнайтын боламыз. Мен қараңыздар, Францияның геройы Гризман және Эл Шарави, Джейми Варди. Бізде осындай состав бар. Енді айыратыма сенімді емеспін. Себебі мен көргенмін уже ойнап, бірақ енді жаман емес, жаман деп айта алмаймын. Жалпы жақсы. Кеттік, енді жалғастырамыз. Мен негізі защитник сатып алғым келіп жүр. Вот. Мен қазір видеоны стоққа қойып тұрайын. И вот енді қазір манағы мультфильм вот бөлмеге барамыз, себебі бұл жақта мультфильм қарап отырған жоқ уже. И вот міне біз жатамыз жерге. Міне Гризман біздің жатамыз, және де Уэлберг, Дани Уэлберг өте керемет адам. Өте керемет голдар соғады. Қазір міне хоппаляпа. Мен көріңіздер, уже бастамай тұра бір гол салды. Красавчик. Енді қазір стоққа қойып тұрайын. Жалғастырамыз, кешірім сұрайын, бастап кеткен. Қазір бір жерге барам деп едім, осы стоққа ұмытып кеткенмін. И вот бастап кеткен екен. Шамалы уақытта тек бастап кетті. Мен көбінесе влогерлерден қазірше бар ғой достар. Реально шынымен айтатын болсам, қазір қазақша влогтар аз өте. Қазақтардың влогерлері өте аз. Мен сондықтан да влог түсіргім келеді, себебі қазір өте көп дамып келатыр ғой, нелері, летсплейщиктер уже дамып келатыр. Бірақ влогерлері өте аз достар. Мен байқағаным, мен алдында жаздым қазақша влог деп, бірақ шықпайды анда. Влог деп жазсам, орыстардікі шығады. Сосын мен Владислав Деруханы көрдім. Ол жерде Владислав Дерухада өте керемет влогтар түсіреді екен. Мәссаған. И вот сол өте керемет түсіретін болған соң, мен оның влогтарын қарай бастадым. Сосын мен де ойладым, неге қазақ ютубындағы влогерлерді көбейтпеске дедім. Мүмкін маған біреулер еліктер, мүмкін еліктемер. Мен бәрібір дедім де, сосын түсірдім. И вот, осыны мен влог түсірдім, енді оны қазір көретін боласыздар. Мен оны жіберемін жақын арада. 3 влог. Білесіздер ме? 3 влог. И міне дубль жасады Уэлберг 2-0. Біз ұтып жатырық. Ұтып жатырым. И вот міне Дани Уэлберг тағы да бәрін алып шықты. Гол соқты, 6. Типа әдәл сияқты салды, бірақ ол кішкене жақындады. Ал әдір болса мына жерден басалды. Типа қазір. Типа мына жерден салды, бірақ өзгеше мына жерлерден басалды. Так. Одан шамалы алыстау салды. Ал Уэлберг болса бәрін алдап, жақындат, барыдағы қарай. Салып жөрестір. Гол. Кейбірде чемпионаттар болады достар, сіздер Реал Мадридпен шығасыздар, Барселонамен шығасыздар, Челсимен шығасыздар. Өте көп атақты клубтан менде шығатын боларсыздар. Өте көп. Мен негізі Криштиану Роналдуға жинап жатқанмын, сосын Гризман шықты. Гризманда ол да жаман ойнамайды дедім де, сосын оны сатып алдым. Және де ол жақсы өнер көрсетті. Евро 2016-да. Міне бірінші тайм бітті, екінші тайм кеттік. Міне бір матч ойнайым тек достары, бір матч. Себебі қазір бір жерге ашықпын, тағы да летсплейлер шығару керек, маған өте көп. Себебі тек влог. Міне Гризман. Наконец-то Гризман бір гол салды. Ол мен жақын арада сатып алғанмын. 3-ші голын соғып жатыр маған деп па ғой. 3-ші голын соғып жатыр біздің командаға.
мүмкүн 4-голун согар деген үмүттөбүз. Тек үмүт бар. Гол, 4-гол биздин командага арнап 4-голун салды. Міне. Дани Уэлбек негизи 2 салган. А потом ким салды? Дани Уэлбек массаган, покер жасаган Дани Уэлбек. Ал Гризман болсо тек 2 гол салган. Жарайт, маңызды эмес. Бул жай гана типа Лига ББVАдагы матч, жай гана матч. Турма сондай плей-оффко өтөтүн. Өтөтүнө сендим, себеби мен 1-орунда турмун. Плей-офф матчтарда анау дегендерди билип турмун. Себеби мен азыр даусум жаңгырып калып турган чар, себеби азыр үйдө эч ким жок, сондуктан да летсплей сүрүүгө болот мага. Мен үйдө адам болсо мен алардан уялам, яғни ыңгайсыз болот, және иним болот, онун үстүнө көттай иним бар, және де сол мешайт этет мага түсүрүүгө. Енді наконец-то мен өзүм түсүрүп отурмун. Тек карындашым экөөбүз калдык. Ой-ой, прострел жасагысы келген Уэлбек, жарайсың, бирок бул да керемет прострел жасап эле, жай гана. Бирок негизи анда пенальти болуу керек. Ичирип жатат, бирок ичирилгенге пенальти болмойт деп ойлойм. И осы бир матч түсүрөм, потом топ 10 менин өзүмдүн салган керемет голдорумду көрсөтүп чыгам. Өтө керемет летсплейлер чыгаруу керекмин мен. Бир адам Дани Уэлбекке бир тепти Гризман. Байкамай мен бурууга унутуп кеттим. Тек сол жерде жүгүрүп жибердим. Эми азыр Дани Уэлбек келатыр. Өзү салгысы келген, бирок гол болмады. Азыр міне. Мүмкүн түсүрөм. Негизи мен алдыңкы влогта айтканмын. Биз кроссбар челлендж түсүрөтүн болобуз деп. Бирок ол түсүрө алмадык. Эми бир видеолордо көрүп каларсыздар. Сондуктан міне сиздер менен бирге болгон мен, мистер Дони. Бай-бай достор.